Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанның БЖБ 1-не талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетейік. Ендеше бізде бастаймыз сабақты. Бөлім жеңіс күні, ұлы ерлікке тағзым және морфология бөлімдері бойынша алынатын БЖБ. БЖБ-ны тапсыруға 15-20 минут беріледі. Бұл жерде бір ғана тапсырма бар. Яғни оқимыз, мәтінді мұқият тыңдап, негізгі ойын анықтаңыз. Берілген жолдарда автор сол кезеңнің қандай мәселелерін көрсетеді. Сызбаны толтырып, жазғаныңызға сүйеніп баяндаңыз дейді. Яғни бұл жерде тыңдалымды мұғалім қосады, мұқият тыңдаймыз және де тыңдалымды тыңдап болғаннан кейін осы мәтінді оқып алсақ болады. Яғни бізде балашамын деп бәлеге қалған деген, яғни бізде мәтін берілген, астындағы тапсырма. Яғни негізгі ой, көтерілген мәселе, автордың ойы және менің көзқарасым деген сызбаны толтыруымыз керек. Мәтіннің негізгі ойы, яғни мына ортада тұрған негізгі ой бұл бұрынғы соғыс заманында адамдардан өз ойын айта алмауы, сөз бостандығының болмауы. Сөз бостандығының болмауы. Яғни көтерілген мәселе бұл жерде соғыстың аяқталғанына көп жыл өтсе де мәтіндегі ақсақал біреу қудалай қоймас енді деп қанша жыл өтіп кеткен әңгімесін енді айтады. Бұл жердегі мәселе сол кездердегі адамдарға ескі заманның қатал заңдары соғыстан ықпалы әсер еткенін байқаймыз. Ақсақал айтуға болмайды деп жасқанып қанша жылдық сырын жасырып келді. Және тағы бір көтерілген мәселе адамдардың жай ғана совет жеңді ме, неміс жеңді ме деген талқылауға өз ойын айта алмауы мәтінде көтерілген. Яғни кеңес заманында өз ойын айтуға жол бермеді. Соғысқа қатысы өз пікірін білдірсе, фашист, жау тыңшысы деп айып таққан. Тағы бір көтерілген мәселе бұл балашамын деп бәлеге қалған Әділбектің жазықсыз сотталып кетуі. Мәтінде бір сөз үшін адам тағдырының астан кестеңі шыққанын көре аламыз. Мүмкін сол кезде Әбдібек, сол кезде Әбдібек орысша білгенде басқаша болар ма еді. Ешқандай жау тыңшысы еместігін, жай іш пысқаннан балашқанын орысша түсіндіріп жеткізе алар еді. Тағы бір автордың ойы деген бөлім бар бұл жерде. Автор ақсақалдың бір әңгімесін жеткізу арқылы соғыс кезеңінде бірнеше деректерді ашып айтып берді. Автор бұрынғы заманда қазіргідей жайлы өмір болған жоқ, тамақ молынан көп болған жоқ, халық бейбіт заманда аңсады. Сондықтан да қазіргі бақытты күнімізді бағалауымыз керек деп айтқысы келгендей. Менің көзқарасым деген жерге мәтін маған өте қатты ұнады, бейбіт заман бізге қалай келгенін ашып көрсетеді. Сол заманның ауыртпашылығын, шындығын автор керемет суреттеген деп осы сызбаны баяндасақ болады. Сонымен бүгінгі біздің БЖБ талдауы аяқталды. Каналда 7-ші сыныптың 4-ші тоқсанның БЖБ-лары шығып жатыр. Каналға тіркеліп және де плейлист бөліміне өтіп БЖБ талдау деген плейлистке кіріп тапсырмаларды көре берсеңдер болады.